Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Қызым телесериалын айтатын боламыз. Бұл бөлімде Севгей Жандан екеуі әңгіме айтып отырады. Сол кезде Севгей айтады, Угурға мен байқамай Өйкінің Демирдің қызы емес екенін айтып қойдым. Әдейі айтқан жоқпын, қатты сасқалақтап, ол өзі де қайта-қайта сұрап қоймады дейді. Одан кейін Жандан оған ашуланады, бірақ өте қатты емес. Угурға звондап, оның қызы емес екенін және оған Демирге айтпауын өтінеді. Одан кейін Угур Сабри деген бір кісімен жолығады, оған барады да, бұрындары жұмыс жасап кеткен, ол өте бұзақы және жаман нәрселер жасайтын кісі, мысалы адам өлтіру деген секілді, ақша ұрлау деген секілді жұмыстар жасайтын кісі болған. Угур сонымен бұрында жұмыс жасаған, бірақ енді ат құйрығын кескеннен кейін қайтадан Угур, яғни Өйкіге дәрісіне ақша таппағаннан кейін осы Сабри деген кісіге келеді, жұмыс іздеп, маған срочно ақша керек, сол үшін қандай болса да жұмыс жасаймын дейді. Ол кісі де келіседі, сөйтіп жұмыс тапсырады. Одан кейін жаңағы Жандан қайтадан Угурға звондайды, Өйкінің әкесі емес екенін айтпа деп тағы да өтінеді. Одан кейін Угур айтады, жарайды айтпаймын, бірақ дәл қазір айтпауым мүмкін, бірақ кейінірек айтамын дейді. Одан кейін Жандан Зейнеппен сөйлеседі, сен неге сен неге Жемалмен кездестің, оның сөзіне ерме, ол өте нашар адам, оның туған әкесі Демир, оған сен сенуші болма деп біраз әңгіме айтады. Зейнеп одан да шошып кетеді. Зейнеп бұл яғни Өйкінің бала кездегі тәтесі, яғни Асудың тәтесі, осы Өйкіні баққан кісі. Одан кейін Өйкі түс көреді, қатты түс көріп, тепшіп, шошып оянады. Түсінде осы Демир аға деп жүрген Демир оған, Өйкі тұдың ба сен, мен саған жұмыртқа қуырып бердім дейді. Сол кезде жұмыртқасын жейін деп жатқан кезде жаңағы Демир сол орнынан жоқ болып кетеді. Одан кейін осы Демир айтады, түсінде Өйкіге, сен есіңе түсіресің деп 2-3 рет айтады. Сол кезде Өйкі оянып кетеді. Сол кезде шошып оянып кетіп, Өйкі дереу Жандан тәтесіне қарай барады. Одан кейін Жандан айтады, мен саған қорықпа, түсіңнен мен саған Демирге звондатқызам. Демирге сол кезде звондайды. Сол кезде Демирге звондайды, Демир аға, мен сені түсімде көрдім, қайта-қайта есіңе түсіресің деп айтып жатыр екенсің дейді. Сол кезде Демир оған мәз болып қатты қуанады. Осы Өйкі екеуінің құшақтасып, бірге ойнап, бірге тамақ жасап жүргендердің барлығын есіне алады. Одан кейін Демир мен Угур екеуі жұмысқа кіріседі. Бағанағы Сабри деген кісі жұмыс тапсырады Угур екеуіне, Демир екеуіне. Ол Демир мен Угур екеуі ойласып, яғни Демир машинамен келе жатады. Сол кезде бір машинаға өтірік соқтығысып, полицияға звондамақшы болып жатады. Сол кезде Угур артынан жаймен мотоциклмен келіп, осы бағанағы кісінің машинасының артынан ақшаны ұрлап кетіп қалады. Одан кейін Демир де өтірік үндемей қала береді. Угур жаңағы машинаның артынан дорбаның ішінде ақша толы алады да кетіп қалады. Оны сол жердегі адамдар байқайды. Бағанағы машинаның иесіне айтады, сенің жаңағы мотоциклдегі адам сенің машинаның артынан бір затты алып кетіп қалды дейді. Ал ана кісі болса ашуланып Демирдің сөзіне қарамай кетіп қалады. Одан кейін Зейнеп пен Демир екеуі сөйлеседі. Демир айтады Зейнепке айғайлап, сен Өйкіге зияның тисе мен сені өлтіремін. Сен Асумен де Жемалмен де сөйлесіп, солармен байланысың болса, сен менен жақсылық күтпе дейді. Одан кейін таң атады. Угурға звондайды қайта-қайта Демир, бірақ ол алмайды, ол барынша іздеуге тырысады. Сөйтіп үйіне келеді. Үйіне келсе, анасы шығады. Анасына айтады, Угур қайда деп, ол ұйықтап жатыр үйде дейді. Сол кезде Демир ойбай, мынау неге ұйықтап жатыр, мен оны іздеп қайта-қайта звондап жатсам деп бөлмесіне кіреді. Бөлмесіне кіріп көрпесін тартып қалады. Сол кезде Угурдың беті бәрі көгеріп кеткен, қанталап кеткен. Не болды досым, саған не көрінді дейді. Сол кезде Угур айтады, мен сенің түріңе қарайтын бет жоқ, бет болмағасын, мен көрпені жамылып жатырмын дейді. Сол кезде Демир айтады, не болды саған, айтшы кәне, не болды дейді. Угур айтады, мен кеше ақшаның барлығын Сабри деген кісіге апарып бердім. Жұмыс орнына барып ақшаны берейін деп жатқан кезде ақшаны тартып алып мені ұрып соғып тастап кетті. Осымен барлығы бітті деп айтты да кетіп қалды дейді. Одан кейін енді Өйкінің дәрісіне ақша жоқ, мен соған ұялып отырмын дейді. Одан кейін Угур мен Демир екеуі аптекаға барып Өйкіге дәрі ұрлайды. Ол кезде жағдай былай болады. Угур өзі беттен бет жоқ, бетінің бәрі быт-шыт шығып кеткен. Сол жердегі медсестра қыздан алдандыра тұрады, ал Демир болса Өйкіге керек дәріні алып кетеді. Одан кейін Өйкіні Зейнеп мектептен күтіп алып, оны алдынан Жемал күтіп алады. Одан кейін осы өтірік Зейнеп Жемалмен таныс адам сияқты сол жерде танысып, менің бұрынғы досым деп үшеуі бірге тамақтанады және сол жерде ойын алаңына барып Өйкіні ойнатады. Одан кейін Жандан мен Севгей екеуі кездеседі. Жандан Өйкінің дәрісіне ақша жоқ, мен өзімнің машинамды сатпақшымын, сатайын деп жатырмын дейді. Одан кейін Сабри деген кісі, Сабриге Угур келеді. Угурды енді ақшаны бермегеннен кейін Угур болған Жандан Сабриге келеді. Сен мені алдадың, мен барлық ақшаны өзімнің өмірімді тәуекел етіп мен саған әкеліп берген жоқпын ба, сен не мені алдап кетесің деп барады. Сол кезде қайтадан осы Угурды ұрып, дымын қалдырмай, оны айдаладағы орманға апарып тастайды. Одан кейін Жандан машинасын сатып жібереді, үйге келіп Өйкіні іздейді. Өйкі таппайды, қайта-қайта Зейнепке звондайды. Зейнеп телефонын алмайды. Сол кезде Жандан қайтадан Демирге звондап, Демирге айтады, мен
өкі сенің қасыңда, мен оны таппай жатырмын дейді. Сол кезде Демир өкіні іздеп далаға қарай жүгіреді. Далаға қарай жүгіріп келе жатқан кезде алдына машина тоқтайды. Оның ішінен осы Жемал және Зейнеп және өкі шығады. Сол кезде осы сен не менің қызымның қасынан жүрсің деп жаңағы Жемал екеуі төбелесіп жатқан кезде аяқ астынан өкінің есіне барлығы түсіп, әке тоқташы, не істеп жатырсың деп Демирді қайтадан әкесі екені есіне түседі. Екеуі қатты қуанып құшақтаса жөнеледі. Одан кейін үйіне қарай барады. Және осы кезде өкі айтады: Зейнеп не істеп жүр? Зейнеп мені тастап кеткен жоқ па? Және осы Жемал не істеп жүр? Ол кісі жаман адам ғой, ол кісі бұл жерде не істеп жүр дейді. Сол кезде өтірік Демир айта салады: аяқ астынан кездесіп қалдық дейді. Одан кейін Угурды іздейді, Угурды таппайды. Тіпті Угурды іздеп өзінің анасы да келеді, бірақ барлығы оны іздеп таба алмайды. Демир әрі-бері звондайды, әрі-бері іздейді, және Севгейге, мүмкін Севгейдің қасында ма екен деп Севгейге хабарласады. Ол да таппайды, ол да менің қасымда жоқ дейді. Барынша анасы да уайымдап оны іздеп отырады. Одан кейін тәтесін, яғни Зейнепті барлығы ортаға алып ұрсады: сен неге осы кім Жемалмен бірге жүрсің, анау мынау деген секілді. Одан кейін Угур бір орманның ортасында қалады. Сол кезде оянады да жан-жағына қарайды, орманда жатады. Атып тұрып қараса, аяғы сынып қалған екен. Зорға сүйрелеңдеп әйтеуір бір талдың қасына барады. Қалтасын бәрін қарайды, қалтасында дым жоқ, я ақша жоқ, я құжаттары жоқ. Сөйтіп жан-жағына қарап тұрғанда бір трактор келе жатады. Тракторды айғайлап тоқтатады. Алдынан бір тұлықтау келген келіншек оны: сен не істеп жүрсің деп, оны көмектесуге үйіне алып кетеді. Оған кәдімгідей ол сенеді. Жаңағы Угур оған сеніп: мені апаршы, мені телефон звондайтын жерге апар, маған көмектес дейді. Ал бағанағы әйел болса ауылға апарып, ол Угурды қораға қамап қояды. Сонымен бүгінгі бөлім аяқталды. Өте қызық болды деп ойлаймын. Егер де ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Келесі бөлімді де саламын.